Кенжеғұлова Нарбин Смағұлқызы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор. Бірінші республикалық жаппай диктант жазу жобасының қазақ тіліндегі авторы, фантастика жанры бойынша Ағайынды Ганкуровтар атындағы халықаралық әдеби сыйлығының иегері. Қазақ әдебиетінде қиял ғажайып тақырыбына қазақ әрі орыс тілдерінде қалам тербеген тұңғыш әрі жалғыз әйел жазушы. Нарбин Смағұлқызы сонымен қатар өте шебер аудармашы. Қазақ жазушыларының шығармаларын орыс тілінде сөйлеткен. Муаммар Каддафидің «Жасыл» кітабын ана тілімізге тәржімалаған. Қазақ тілі өте бай тіл. Қазақ тілін мысалы қазақтардың көбі қазіргі жағдайда түсінбейді оны. Қазақ тілінің құдіреті де өте мықты. Сондықтан енді бізге қазақ тілінде диктант қажет болды. Себебі тіл байлығын дамыту керек. Себебі әрқашанда мысалы көптеген сөздер мысалы белгісіз. Мысалы қазақ тілінде әрбір сөздің 30-дан 40-тан синонимдері бар. Мысалы мына атақты неміс жазушысы, ол енді қазақ жазушысы деуге болады. Себебі қазақшада жазатын ол кісі, үш тілде сөйлейтін. Қазақша, орысша, немісше. И үш тілде жазады. Соның айтқаны бойынша қазақ тілінде мысалы сүт деген сөздің синонимі 30 түрлі синоним болған. Синонимі бар. Сондай байлықты мысалы бізге дәлелдеу керек. Қазақтарға мысалы негізінде жаза білу керек. Тек қана сөйлей білу емес, жаза да білу керек. Осындай мақсатпен мен осы тексті жаздым. Бұрын бізде орыс тілінде диктанттар жазылатын. Неге қазақша диктант жазбасқа деген сөз болды. Содан біз мына нейролингвистикалық бағдарлама технологиясына байланысты диктанттың атауын агрессивтік сөзбен емес. Сондай өте үлесінді сөзбен, өте жақсы сөзбен мысалы бергіміз керемет диктант деп ат қойдық. Содан кейін енді жаздым менің парызым, мен жазушы ретінде, қазақтың төл перзенті ретінде, мен өзім енді қазақ тілінің байлығын, құдіретін көрсетуім керек. Сондықтан диктантты жазған кезде 1,5 беттік диктант, оның ішінде бүкіл қазақ тілінің байлығы болу керек деген мақсат қойдым. Екіншіден, сонымен қатар біздің жеріміз өте бай. Мысалы, географиялық белгілерге қарағанда бізде мысалы түрлі жерлер бар. Орманды жерлер бар, таулы жерлер бар, шалқар көлдер бар. Соның ішінде мысалы енді шөл дала дейміз ғой, шөл дала емес, мен құмды өлке деп алғаным себебім сол. Құмды өлкенің мысалы байлығының өзі керемет. Мысалы бізде Қарақұм деген бар, Қызылқұм деген бар жерлер, Нарынқұмы деген бар. Міне осы Нарынқұмда мен бірінші Атырау жаққа келін болып түскен кезінде, мен өзім Семейдің қызымын. Сонда барып түскенде мен ғашық қалдым. Мысалы Нарынқұмына, сондағы табиғатты көрдім. Менің мақсатым бірақ бірнеше секундтың ішінде сондай шағын мысалы сөйлемдер арқылы бүкіл мына сол құмды өлкенің табиғатын картина ретінде көрсету. Күн шығып келе жатыр, сол кезде бүкіл жан-жануар, тіршілік бәрі оянды. Оянып, солардың бәрі тіріліп, күнге қарап, бұл енді ғасырлар бойы қайталанып отыратын жағдай ғой. Сондай жағдайды мен бейнелегім келді. Ол жерде енді бүкіл бейнелеуіш, бүкіл көркемдеуіш тәсілдерді пайдаландым қазақ тіліндегі. Соны біздің азаматтар тек қана қазақ емес, басқа ұлттың өкілдері жазу керек деген ойда болды. Оның кейін ешқандай мысалы диктант жасқа қарамау керек, оны үлкен кісілер жазу керек, жастар да жазу керек, балалар да жазу керек. Міне осындай мақсат болды менде. Қазақ тілін өйту керек, бүйту керек деп құр мақала жазғаннан гөрі, мына диктантты адамдар өздері қолдарымен қаламдалып жазғаннан кейін, өздерінің жағдайларын білгеннен кейін, өздерінің қабілеттерін түсінгеннен кейін, оларға қазақ тілі қызықты болады.
Мен айтайын, қазақ тілі, қазақ өте көп жағдайларда көптеген қиындықтарға ұшыраған халық. Біздің мына әліпбиіміз, графикамыз бірнеше рет өзгерді. Бірінші бізде негізінде сынтас алфавиті болды. Руника дейді оны, руна. Ол алфавит бізде 2000 жыл бұрын болған. Одан кейін бізге мұсылман діні келгеннен кейін 8 ғасыр. Сол кезде мысалы біз руниканы қалдырып, уже араб алфавитіне көштік, араб әліпбиіне көштік. Онда хадис деп аталды. Содан кейін қазақтар алып кетті, оны хадисте жаза бастады. Бірақ қазақ тілінде қазақ сөздері, қазақ әріптері, қазақтың төл фонетикасы мысалы келмейді оған. Мысалы q дегендер келмейді көбінесе. Содан 20 ғасырдың бастап кезінде Ахмет Байтұрсынов жадидті енгізді. Хадисті тоқтатып тастап жадидті енгізді. Жадид дегеніміз мына а деген әріпті, мысалы ә деп көрсету үшін оның үстіне бір ноқат, мысалы сондай. Одан кейін бізге мына Ресейменен байланыс болғаннан кейін бізге уже кириллица негізе бастады. Кириллица аса болған жоқ, латиницаны енгізді. Латиница енгізді, содан кейін барып уже кириллицаны енгізді. Сондықтан біздің графикамыздың өзі, әліпбиіміз өзі 4-5 рет өзгерді. Қазақ тілімізді иншалла жоғалтқан жоқпыз. Біздің халықтың қабілеті өте мықты халық. Соны алып кетіп отыр. Ал енді біз латын алфавитіне көшуіміз керек. Неге? Себебі бүкіл әлем латын алфавитінде жұмыс істейді. Бірінші. Екінші, біз компьютермен жұмыс істейміз. Компьютеризация кезінде, мысалы, бізге араб тілі, латын тілі өте ыңғайлы. Себебі оны көрінген, мысалы, компьютерлік мамандармен кеңессеңіздер, солар айтады, мысалы. Қаншалықты, мысалы, біздің латиница алфавиті, әліпбиі, мысалы, қазіргі заманауи керек нәрсе. Сондықтан жасау керек, әрине, бірақ енді көптеген қиындықтар бар. Біз, мысалы, араб тілінде жазылған, араб графикасында жазылған көптеген кітаптарды біз оқи алмаймыз. Мысалы, ғылым академиясында, біздің қазақтың ғылым академиясында 2000 кітап оқылмай жатыр, зерттелінбей жатыр. Себебі олар араб графикасымен жазылған, хадиспен жазылған. Одан кейін жадидпен жазылды. Ал енді қазіргі жағдайда, егерде біз өтетін болсақ латиницаға, әрине бізге мына кириллицаның өзі түсініксіз болып қалуы мүмкін. Бірақ ештеңе етпейді. Біз оны алып кетеміз. Себебі бүкіл түркі халқы латиницада сөйлейді қазір, латиницада жазады. Бүкіл түркі халқы. Тек қана біз қалдық кириллицада. Біз қалдық, онан кейін қырғыздар қалды. Ал енді бүкіл әлем, Батыс Европа, Америка барлығы латын алфавитінде. Тек қана Ресей. Ал енді Ресейдің өзі, ол енді өзінің төл алфавиттері ғой, төл алфавиттер емес олардікі. Кирилл, Мефодий деген сол кісілердің мысалы бір кездегі қосқан үлестері ғой. Мен 45 кітабым бар. 45 кітаптың 20-сы ғылыми кітаптар. Оқулықтар, журналистиканың теориясы, практикасы, аударма теориясы, практикасы, public relations, жарнама, тағы көптеген осындай ғылыми кітаптарым бар менің, оқулықтарым бар. 25 кітап менде көркем кітаптар. Оның ішінде тарихи кітаптарым да бар, балаларға арналған кітаптарым бар. Оның ішінде фантастика бар. Неге мен фантастикаға тоқтадым деген сөз бар. Мен тек қана фантаст жазушы деп аталамын. Қазақтың тарихында тұңғыш қазақ әйелдерінен шыққан фантаст жазушы болып есептеледі. Фантастиканы менен таңдаған себебім, мен 4-ші класстан бастап жаза бастадым, 10 жасымнан. Себебі менің ағам болды, әкемнің інісі, кішісі. Енді мен қазақтың салты бойынша атам менен әжемнің қолында өскен баламын. Бірінші балам мен, әке-шешемнің бірінші баласымын. Сондықтан енді сол менің кіші ағам, біз кіші аға дейміз, сол кісі өте білімді адам болды. Қазір ол кісі бар әлі.
мына Үржар ауданы, Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында мысалы ол кісі әлі 90-ның үстінде қазір. Сол кісі фантастика оқитын. Сол кітаптар алып келіп, мысалы техника молодежи деген журнал болды, білім және еңбек деген журнал болды, соларды келіп оқыған кезде мен де соны қызық оқи бастадым. Бір күні ол кісі Герберт Уэллстің «Машина времени» деген кітабын алып келді. Соны оқыған кезде мен фантастикаға жықылдым, мен соған айтқанша. Соны жазғым келіп кетті, керемет. Содан жаза бастадым. Фантастика не қызығасың? Фантастика бірінші, оның жанр, оның ішінде тағы қосымша жанрлар бар. Фантастика дейміз, фэнтези дейміз. Сонымен қатар өнген тағы да көптеген жанрлар бар. Фантастика негізінде ғылыммен байланысты. Бүкіл ғылым. Мысалы, егер ғылыми фантастика жазатын болсаң, сен мысалы биологиялық проблеманы жазатын болсаң, сен биолог ғалымнан артық білуің керек. Одан артық мысалы сен болжам жасауың керек. Оны айтуың керек. Немесе егер де физика туралы жазатын болсаң, физиктен артық болуың керек. Мысалы, Марсқа ұшып барған туралы болды. Менің бірінші фантастикалық романым. Ол деген кәдімгі балалық шығарма болды. Мен ешқандай қазір енді талапқа сай келмейді ол кезде жазылған. Ал мен біртіндеп жаза бастадым. Негізінде көптеген сыйлықтардың лауреатымын. Мен білім және еңбек журналының бірінші лауреаты бола бастадым. Мен мектеп жасында, жоғары кластарда, одан кейін университет кезінде уже бірінші кітаптарым шыға бастады. Оның бәрі. «Взрыв сверхновой звезды» деген просторға шықты. 1987 жылы просторға шықты. Мен оны өзімде білгем жоқ, бұны артынан білдім. Ол кезде Кеңес одағы, даже ол сыйлықтың алған белгісі білмей қалдым, артынан барып білдім. Сондай. Домбровскийдің, Юрий Домбровский деген жазушы бар біздің Қазақстанда. Сол кісінің фантастикалық шығармасы қатар сол просторда шықты. Сонымен қатар сол кезде сондай мен алдым. Ал енді негізінде Дарабоз деген сыйлықты алдым. Мысалы, ол «Ғарыштың аманат баласы» деген әңгімен үшін негізінде «Звездный подкидыш» деп аталынады орысша, екі тілде. Мен екі тілде жазамын, қазақша, орысша. «Звездный подкидыш» орысшасы, қазақшасы «Ғарыштың аманат баласы». Сол үшін, мысалы, Дарабоз сыйлығын алдым. Қай тілде диктант жазсақ та, мысалы, қазақ тілінде жазсақ та, орыс тілінде жазсақ та, біз қазір бір халықпыз. Біздің арамызда, мысалы, көптеген енді халықтар бар. Осы екі тіл, мысалы, біздің қазақ тіліміз мемлекеттік тіл. Осы тілде сөйлеуіміз керек, осы тілді білуіміз керек. Сондықтан осы тілдің байлығын түсінуіміз керек. Сондықтан осындай шараларды, іс-шараларды, қазақша диктант сияқты, соны жалғастыруымыз керек. Себебі елдер қызығып жатыр. Бүкіл Қазақстаннан, мысалы, бізге телефон шалып жатыр, хаттар келіп жатыр, қызығып жатыр. Кейбіреулер үлгермей қалды жазып. Сол айтып жатыр, біз жазайық, баяғы осындай деп. Елдің, жұрттың қызығушылығы көп. Сондықтан бұндай іс-шараны әрине жалғастыра беру керек. Себебі қазақ тілі бізге қажет. Біз өзіміздің тіліміздің байлығын түсінуіміз керек, білуіміз керек. Оны насихаттауымыз керек, көрсетуіміз керек, дәлелдеуіміз керек. Себебі біздің тілді бір кезде түсінік болды, тіл баяғы кедей, сөз оры аз дегендей. Ондай емес. Бүкіл ғалымдар, мысалы, сонау Күлтегіннен бастап, Тоныкөктен бастап, Жүсіп Баласұғұлынан бастап, мысалы, қазақ тілінің байлығын бәрі дәлелденіп отырған нәрсе. Біздің тарих кітаптарымызда жеткілікті. Бәрі негізінде дәлелді нәрсе.